Сәлем баршаңызға, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен оңай дайындалатын, құрамы да қарапайым печенье жасаймыз. Видеоның соңына дейін қарап, менімен бірге болыңыздар. Ең алдымен ыдысымызға суымызды құйып аламыз, қант саламыз, араластырамыз. Сұйық май құямыз. Електен өткізіп алған ұнға 1 шай қасық қамыр қопсытқышты салып, араластырып аламыз. Аз-аздан салып отырып, венчиктің көмегімен қамыр илеп аламыз. Жақсылап қамыр илейміз. Сосын қолымызбен жақсылап илеп, жарты сағатқа тоңазытқышқа қалдырамыз. Тоңазытқыштан алып, қамырымызды жайып аламыз. Қамырдың қалыңдығы шамамен 3 сантиметрдей. Міне менде осындай ыдыс, дөңгелек етіп кесіп аламыз. Артық қалған қамырды жинап алып, қайтадан илеп, жайып, осылай кесіп аламыз қайтадан дөңгелек етіп, немесе өздеріңізге ұнаған формада. Міне осылай біріктіріп, қазірше сала тұрамыз. Енді ішіне салмасына енді өздеріңізге ұнаған салманы саласыздар. Варенье болсын, жем болсын. Осылай барлығына салып шығамыз. Енді біріктіреміз. 3 жағында жабамыз, жақсылап. Салмасы ақ кетпейтіндей етіп біріктіреміз. Жақсылап қаттырақ басып біріктірмесеңіздер ашылып кетуі мүмкін. Міне осылай ашылып кетуі мүмкін, сондықтан жақсылап жабамыз. Енді қазір осы печеньелерімізді 180 градуста 10-15 минут пісіріп аламыз. Құрамы өте қарапайым, жылдам дайындалатын печенье. Міндетті түрде жасап көріңіздер, төменге рецептін қалдырамын. Сіздермен болған Эльмира, астарыңыз дәмді болсын.